Құрметті Қызылорда қаласының тұрғындары, елімізде балалардың терезеден құлау оқиғалары жыл сайын азаймай отыр. Соңғы жылдардың өзінде қаламызда 8 баланың терезеден құлау жағдайы тіркелсе, соның салдарынан бір бала қаза болып, 7 бала жарақат алды. Мұндай қайғылы жағдайлар ата-аналардың балаларын қараусыз қалдыруынан орын алуда. Құрметті ата-аналар, Қызылорда қаласының төтенше жағдайлар басқармасы кішкентай балаларды жалғыз қалдырмауға кеңес береді. Балаңыздың өз бетінше терезе алдына шықпау үшін жиһаздарды терезе алдынан алшақ орналастырыңыз. Терезедегі москиттік торлар қайғылы жағдайдың орын алуына әкеп соқтыруда. Сондықтан балаңыздың амандығы үшін терезеге арнайы бекіткіштер орнатқандарыңыз абзал. Балаңыздың болашағы сіздің қолыңызда. Балалардың қауіпсіздігіне қатаң бақылау жасаңыз.